Гипертрофиялық кардиомиопатия бұл қарыншалар арасындағы қалқаншаның қалыңдап үлкеюімен сипатталады. Үлкейген қалқанша сол жақ қарыншаның шығу жолындағы қан ағымын шектейді. Шығу жолындағы бұл тарылу сол жақ қарыншаның көлеміне байланысты өзгеріп отырады. Тік тұрған кезде қан аяқтарда жиналып қалады, нәтижесінде жүрекке веналық қанның қайтуы азаяды. Сол жақ қарыншаның көлемі азаяды, бұл обструкцияны күшейтеді. Сондықтан шум қаттырақ естіле бастайды. Ауыр жағдайларда митральды стеноз кезінде шығу жолындағы тарылудан одан әрі күшеюі мүмкін. Сол жақтағы қарыншаның көлемін азайтатын басқа да маневрлар, мысалға Вальсальва маневрінің қысу фазасы, сондай-ақ шудың күшеюіне әкеледі. Отыру кезінде қан тамырлары қысылады, нәтижесінде аяқтардағы қан жүрекке қайта оралады. Бұл веналық қайтуды арттырады. Сол жақ қарыншаның көлемін ұлғайтады, обструкцияны азайтады және шудың қарқындылығын төмендетеді. Сол сияқты аяқты жоғары көтеру және қолды қысу сол жақ қарыншаның көлемін арттырып, шуды азайтады.